Балалар бүгін ерекше сабағымызды бастайық. Ең бірінші сабағымызды жақсы көңіл-күймен бастау үшін ортаға келіп, бір-бірімізге жылы тілек арнайық. Балалар, барлығымыз ортаға келе алайық. Барлығымыз ұзағана қазір өзіміздің қасымыздағы досымызға бүгінгі күнге жақсы тілек арнаймыз бір сөзбен. Яғни жүректен жүрекке. Мен Рамазанға бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Рамазанға бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Күнің сәтті өтсін. Күнің сәтті өтсін. Бүгін сабақтар жақсы оқы. Сабақтарың естіп болсын. Күнің сәтті өтсін. Сабақ естіп. Күнің сәтті өтсін. Маған не дейсің? Сізге қуаныштымын. Өте жақсы балалар. Олай болса балалар қазір топқа бөлінейік. Есімдерімді алдын ала енгізіп қойдым. Бірінші топтың оқушыларын қараңдар. Санат, Әйгерім, Руфина, Ибрагим және Жанболат. Осы оқушылар бірінші топқа жайғасып отыра қалайық. Енді екінші топтың оқушылары, қалған оқушылар бізге Мөлдір, Елдар, Шарқын, Рамазан және Темірлан. Өте тамаша. Осы бөлінген бойынша өзіміздің тобымызға отыра қалайық. Оқушылар, бүгін біз сабақта жақсы жетістікке жету үшін сендерге 5 ережесін көрсетейін. Тәртіп болу керек бізде, талап болу керек, тыныштық, тазалық және татулық. Осы ережелерді сақтайтын болсақ, біз топта жақсы жұмыс жасап, нәтижеге жететін боламыз. Енді балалар, біз күнделікті сабақта блум таксономиясымен жұмыс жасап жүрміз ғой. Яғни бүгін де осы блум таксономиясымен біз балалар жұмыс жасайтын боламыз. Енді балалар, біз топта жақсы жұмыс жасау үшін мен сендерге өзін-өзі бағалау парағын беремін. Әр оқушы сабақтың басынан аяғына дейін осы этаптар бойынша, кезеңдер бойынша өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар. Жақсы ма? Оқушылар, біз топта жақсы жұмыс жасау үшін топ басшыларын тағайындап алайық. Бірінші топтан кім топ басшысы болады? Кімді тағайындайсыңдар? Әйгерім. Боласың ба Әйгерім? Келісесің ба? Өте жақсы. Екінші топтан кім топ басшысы болады? Өте жақсы. Келісесің ба? Жақсы. Онда әр топ басшысы өзіміздің тобымыз үшін атсалысып, өз тобымызды жоғары көтерейік. Жақсы балалар. Олай болса, біз балалар өткен тақырыпты қайталап өтейік. Өткен тақырып бойынша біз қайтын тілінің алфавитін сәйкестендіріп жіберейік балалар. Бізде алфавит берілген мына жақта және оның атауы берілген. Осы бойынша сәйкестендіріп шығайық. Кім жауап береді? Ең бірінші латын әрпінің үлкен және кіші әріптері қайсысы болады? Үшіншісі, иә? Өте тамаша. Жақсы. Келесі араб цифрлары. Төртіншісі ма? Жақсы. Оқушылар ары қарай жалғастырайық. Арнайы символдар. Екіншісі. Тамаша. Көрейік, тексеріп, өте дұрыс айтасыңдар. Келесі қызметтік сөздер. Біріншісі, яғни for, if, plus, create деген. Өте тамаша, жақсы балалар. Яғни өткен тақырып бойынша біз тілімізді бір тексеріп шықтық. Қараңдар, алдарыңа сендерге материал бердім. Осы материал бойынша біз жаңа тақырыпты ашайық. Мына суретке қарағанда біздің жаңа тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар? Деректер. Қандай дұрыс деректер типтері? Не бейнеленді? Сандар, дұрыс, тағы да? Не білем? Әріптер, айнымалылар. Өте тамаша. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз қандай екен атауы? Бүгінгі күн ретін жазайық балалар. Бүгін бізде 11-02-2022 бар. Бүгінгі тақырыбымыз сонымен қандай болды? Деректер. Өте тамаша тақырыпты, өте жақсы таптыңдар. Бетті ашайық. Бізде 83 өте тамаша. Енді балалар, біз төменгі сыныпта деректің типтерімен таныстық. Біз бүгінгі сабақта нені меңгереміз? Деректер типтерімен танысасыңдар.
деректер типтерін жіктеуді үйренесіңдер және Python тілінде қарапайым есептерді шығарасыңдар. Бұл біздің бүгінгі мақсатымыз. Оқушылар, біз төменгі сыныпта ақпараттың бірнеше түрлерімен таныстық. Естеріңде ме, қандай ақпараттың түрлері бар? Дыбыстық және жоқ. Бізде көбіне біз ютубта не көреміз? Видео, яғни бейне ақпарат. Сонда бар, ақпараттың 5 түрі бар екен. Бүгінгі тақырыбымызда соған өте ұқсас. Яғни біз деректерді өңдеу үшін осындай ақпараттың бірнеше түрлерін қолданады екенбіз. Енді балалар, Python тілінде бізде деректерді өңдеу үшін оларды бірнеше жіктерге бөлген. Мәтіндерде нелер тұрады балалар? Мәтіндерде? Жоқ, мәтіндер. Әріптер болады, тағы нелер болады? Нүктелер, жақсы. Енді балалар, сандар нелерден тұрады? Сандар? Сандардан тұрады, жақсы. Сонымен жаңағындай бізде деректердің типтері осындай 5 түрге бөлінеді екен. Оқушылар, енді сендер математика пәнінен білесіңдер, бүтін сандар. Қандай сандар жатады бүтін сандарға? Бүтін сандар. Қандай? Екіге бөлетін сандар. Яғни бүтін бөлігі бар сандар, бөлшек бөлігі бола ма оның? Бөлшек бөлігі болмайды, дұрыс айтасың. Тек қана бүтін бөлігі бар. Енді балалар, біз Pythonда бүтін сандарды int деп сипаттаймыз. Көрдіңдер ме? Int деп сипаттаймыз. Енді келесі бар. Нақты сандарға нелер жатады? Қандай сандар? Нақты сандар дегеніміз екіге бөлінеді. Яғни бүтін бөлігі бар және несі бар? Бөлшек бөлігі бар. Қараңдар. Бүтін, ана жерге қараңдар, 25 бүтін 156 деген санды, яғни оның бүтін бөлігі бар және бөлшек бөлігі бар. Ондай сандарды біз балалар float деп сипаттаймыз. Келесі жолдық, яғни мәтіндер. Олар міндетті түрде тырнақшаның ішінен алынады. Тырнақшаның ішінде қандай сөз тұр? Бір коды, кд, в. Яғни балалар жолдық сандарды біз str деп сипаттаймыз. Ол міндетті түрде ненің ішінде алынады? Неге тырнақшаның ішінде болатын мәндердің барлығын біз str деп сипаттаймыз. Келесі логикалық типтер. Дұрыс, true false деген нені қандай мағынаны білдіреді? Дұрыс, ақиқат немесе жалған деген мағынаны білдіреді. True false. Яғни есептің барысында true false деп берілетін болса, біз оларды bool деп сипаттаймыз. Сонда бізде балалар деректің осы 4 түрі бар екен. Қайталаршы қандай? Кейін, дұрыс, өте тамаша. Осы 4 түрмен жұмыс жасайтын боламыз. Енді балалар, біз деректің типтері деп атадық қой. Деректің типтерін балалар біз type деген функция арқылы анықтай аламыз. Енді балалар, барлығымыз тақтаға қарай біз есепті қалай шығарамыз. Оқушылар, енді есептің бір мысалы көрсетейін. А мен В-ға бір мән берейік. Айтыңдаршы, аға қандай мән берсек болады? 4,5. Дұрыс, 4,5. В-ға 2,5. 2,5. Жақсы. Осы екеуін естек көбейтек па, қосайық па? Аудан табайық. Көбейтек, яғни С тең А көбейтілген В деген есепті біз қайсы түрінде шығарайық? Міне бала, бұл былай болады. А дейміз, А тең қалай болады? 4,5. Точкамен жазып. Нүктемен жазамыз. В тең 2,5 болады. Ары қарай енді біз не істейміз? Мына есепті шығарамыз. А көбейту қандай болады? Жұлдызша түрінде болады, В болады. Енді ары қарай баларды баспаға шығару үшін нені қолданамыз? Print. Өте тамаша, print. Осы жерге жақша болады. Өте жақсы. С жерге С-ны алдық. Ары қарай енді балар біз осы С мәнінің типін анықтау үшін нені қолданамыз еді? Type. Өте тамаша. Дәл осылай print деп жазамыз. Сосын жақша S тең болады. Үстіңгі жақша. Үстіңгі жақша. Астыңғы қандай функция дедік? Type деп жазамыз. Одан кейін нені меншіктейміз? С десеңдер болады. С. Неше жақша болады? Екі жақша. Дәл осылай біз Pythonға программаны енгізетін болсақ, ол біздің нені тауып береді? Дұрыс, жауабын тауып береді және дұрыс несін анықтайды? Типін анықтайды. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта біз осындай есептерді шығаратын боламыз. Оқушылар, қазір мен сендерге деңгейлік тапсырмалар беремін. Ол 3 деңгейден тұрады. А, В, С деңгейі. Енді бізде бала бірінші есеп
қабырғасы 8 см және 12 см болатын тік төртбұрыштың ауданын табыңыз және оның типін анықтаңыз. Бұл жерде бала бізге дескриптор берілген. Ең бірінші белгісіз айнымалыны табу, екінші шыққан мәннің типін анықтау, үшінші нәтижесін алу. Енді айтыңдаршы, тік төртбұрыштың ауданының формуласы не екен? Біз математикада өттік қой. Неге деп естің мәні? Әйгерім? Дұрыс, яғни қандай? Дұрыс оны? А мен бұл дегеніміз не? Екі қабырғасы. Дұрыс. Яғни ұзындығы мен енінің несіне тең? Иә, сол ашылып көру. Жақсы. Енді бала, ең бірінші осы есепті топта шығарайық. Одан кейін барлығымыз компьютерге отырып, ары қарай соны жалғастырамыз. Соңында мен сендерге жауабын көрсетемін, жауабын тексереміз. Дұрыс болатын болса, ең жоғары ұпай 3 балл. Өздеріне 3 балл деген ұпай бересіздер. Бірінші топта шығарайық. Тез. Шығарайық. Топ басшысы кім еді біз Әйгерім, не? Қарайық балалар. Өте жақсы, жақсы, балалар болса, онда әрқайсың бір-бір компьютерге отырайықта Python тілін іске қосып, дәл осы есептің нәтижесін аламыз. Дәл барлығымызды шешуге. Иә, осы бірінші есеп ары қарай біз келесі есептермен жалғастырамыз. Оқушылар, кім бітті? Темірлан біттің бі? Иә. Қанша шықты жауабы? 96. Ал несі типі қандай екен? Типі класс айнты. Дұрыс. Яғни қандай сандар? Қандай тек қана бүтін бөлігі бар бізде? Бүтін сандар. Дұрыс айтасың, бүтін сандар. Өте тамаша. Сонда 96-ға тең, е? Төртбұрыштың. Қайда Рамазан? Енді анымен бересің, анымен қанша теңге біздер Рамазан? Қабырғасының мәні? Енді осыны істейміз. Тексеру үшін қараңыз беріңіздер. Қанша шықты? 96 қандай? Оқушылар, есеп төгіттік па? Үшінші деңгейлі есепті? Иә, жауап қанша шықты? 21,14. Ал типі қандай? Жақсы тексеріп көрейік, дұрыс екен. 21,14. Нәтижесі флуорат. Өте тамаша бала. Деңгейлік тапсырманы барлығымыз орындадық. Енді ортаға келіп барлығымыз отыра қалайық. Бағалау парағына өзіміздің бағамызды қойып қоямыз. Келіңдер балалар, ортаға келейік. Оқушылар, өзімізге деңгейлік тапсырмаса баға қойып қояйық. Барлық есепті шығарсақ, әр есепке 3 ұпайдан барлық қанша болады Әйгерім? 9 ұпай, 9 ұпай қойып қояйық. Енді келесі. Шарқы қояйық. Кетті онда. Келесі тапсырма оқушылар, біз осы тақырыпты түсінгенімізді ары қарай бекіту мақсатында біз балалар сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Мен сіздерге сілтеме жіберемін. Бұл жерде балалар, біз баған типін айттық қой, қандай типтер болды? Қандай типтер таныстық? Жақсы. Қайдалашы? Қандай типтермен таныстық? Жақсы. Енді келесі осы бойынша балалар, бізде сәйкестендіру тапсырмасы беріледі. Бізге әртүрлі сандар, жолдар, мәтіндер беріледі. Біз соның типін
индикаторын осылай 14 тапсырма орындайды, өте тез болды. Мен сізге істемесін жіберемін. WhatsApp-тан да? Иә, істемені кіре саласың. Бір уақытта керек. Шылар, немен? Телефонмен кіре беріңді, телефонмен. Сәйкестендіреміз, Шылар. Иә? Инказонда WhatsApp-та я разрешите. Издатель. Источник файла. Жақсы оқушылар, өзіміздің жағындай Python тіліндегі алған білімімізді қорытындыладық, иә? Өзіміздің жаңа Word сервисінде деректердің типтерін анықтадық. Әр оқушы өздерінің алған балдар жазып қойды ма? Балдар жазғаннан кейін балалар жалпы балымызды шығарып, сол балға байланысты оқушылар өзіміздің бағамын жазып тұр. Яғни қандай шкала бойынша біздің қанша бал алатынымыздығы көрініп тұр. Шығардық па балымызды? Ой болсана бірінші топтар Әйгерім, өзің тобың туралы айтып шықшы. Тобың қалай қатысты сабаққа? Барлығы оннан жоғарғы байларды жинады. Тобыңа өзің несін ба, ризасың ба? Өте жақсы. Келесі, Рамазан. Мен өзім тобыма ризамын. Бәрі апай сіз айтқандай болды, бәрі істеді. Программаны қызықты ойлаймыз. Өте жақсы. Енді балалар өздерінің қолдарындағы жұмыс парақтарында айтып шыққандар, кімдер қанша бал және бүгін өздеріңе қанша бал қойдыңдар. Жанболат айта ғой. Өзіңе қанша бал қойдың бүгінге? Орнынан тұра ғой. Қанша бал ұпай жинадың? Мен 20 ұпай жинадым, өзіме 10 бал қойдым. 10 бал деген бізде қанша? Өте жақсы. Ибрагим, сенде қанша бал? Менде 23 бал. Мен бүгін 5 алдым. Жақсы. Тамаша. Сана, сенде? 23 бал. Өзіңе қанша бал қойдың? 10 бал. Өзің жұмысыңа бүгін ризасың ба? Иә. Жақсы. Келесі, Руфина, сенде? 21 бал. 10 деген бал. Өте тамаша. Әйгерім, өзің балын айта ғой? Менде бүгін барлығы 10 деген бал. Келесі темаға келді? Менде 23 бал, бәріне дұрыс жауап бердім, және өзіме 5 плюс бал қаралдым. Сағым? Менде 23 бал, 5 плюс бал. Темаға? Менде 23 бал, 23 бал. Өте жақсы. Еді? 23 бал. 10 бал, е? 10 бал. Менде 20 ұпай. Жақсы балалар. Оқушылар, сонымен бізде балалар бүгін бірінші топ директор типтер деген тақырыпты аяқтады. Барлықтары сабаққа өте жақсы қатысында. Бірінші топ, екінші топтың топшыларына рахмет айтамын. Үй жұмысы ретінде балалар біз 85-ші беттегі үй жұмысы беріліп тұр ғой. Осы тапсырманы үйден орындап келейік. Осы сендердің өздеріңе қойған бағалардың барлығын мен күнделікке қоямын. Балалар, көп рахмет. Барлықтарына 10 бал жарайсыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.